Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Лейла Қазақ математика академиясында бүгін біз жай бөлшектерді қосу және азайту. Жай бөлшектерді қосу және азайту. Ең біріншісі бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтудан бастайық. Ол үшін біз бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан кезде олардың алымдарын қосып, алым етіп жазып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек дейді. Азайтуда да солай. Біз оның тек қана алымдарын азайтып, ал бөлімін бөлім қалдырып кетеміз. Ал енді есепке кірісейік, қалай бұны шығару керек? Мысалы, мына малды орындаңдар дейді. 4-тен 3 азайту 4-тен 1. Бұл тең нешеге? Бөлімдері 4 пен 4 тең болып тұр ғой. 4 деп жазып қоямыз да, ал үстіне 3 азайту 1 тең болады 2 дейміз. 2 мен 4-ті ары қарай қысқартуға болады, себебі 2-ге қысқарады, 2-ге бөлінеді деген сөз. 2-ні 2-ге бөлсем 1, ал 4-ті 2-ге бөлсем 2 болады. Мысалға, енді үшіншісін жасап көрейік. Менімен бірге жарысып шығарып көріңіздер. Екеуінің бөлімдері бірдей болса, бөлімін қалай тұр солай жазып қоямын. Енді 7-ден 5-ті азайтамын. Сонда 2 болады екен. 2 мен 12 2-ге бөлінгіші екенін көрсетіп тұр. Сол үшін 12 мен 2-ні 2-ге қысқартамын. 2-ні 2-ге бөлсем 1, 12-ні 2-ге бөлсем 6. Сол сияқты мына екіншісінде жасап көрейік. Мысалға, осындай бірдей көрсеңіз, 8 деп бөлімін бірінші жазып қойыңыз шатас кетпеу үшін. Сосын 5-ке 3-ті қосамыз. 8. 8-ді 8-ге бөлсек, 1 екенін түсінеміз. Енді келесісі, мұнда 15 пен 15 дейді. 15 деп жазып қояйық бөлімін. Алымында 8-ге 2-ні қос дейді. 8-ді 2-ге қоссам 10 болады. Екеуін 5-ке қысқартуға болады. 10-ды 5-ке бөлейік 2, 15-ті 5-ке бөлейік 3. Сонда 3-тен 2 болады екен. Ал енді келесісі біз бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды үйренеміз. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу азайту үшін біз бірінші бөлшектердің бөлімдерін ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Сосын барып бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу азайту керек. Қалай дейсіздер ме? Олай. Міне, біріншісін жазып көрсетейін. 9-дан 5 қосу 27-ден 13 дейді. Біз айтып едім ғой, мысалғы өткен бір видеоларда біз ең бірінші екеуі әртүрлі екенін көріп тұрмыз бөлімдеріне. Ең үлкені 27. 27-нің еселіктерін ойша таба бастаймын. Мысалы, 27-ні 1-ге көбейткенде 27. 27 27-ге бөлінеді 1 болады. 27 9-ға бөлінеді, ол 3 болады. Яғни біз бұны жаңа бөлімдермен жазып шығайық. Ол үшін 27-ден 1-ден ке дейміз, қосу тұр, қосу деп жазамыз. 27-ден 1-ден ке деп жазып қоямыз. Мұна алымдарын қалай табамыз? Ол үшін мына жаңа бөлімді ескі бөлімге бөлеміз. 27-ні 9-ға бөлсем 3, 27-ні 27-ге бөлсем 1. Басқаша айтқанда, мұна 3-ті 5-ке көбейтсем және 9-ға көбейтсем, бірдей сондай сан шығады. Мысалға, 3-ті 5-ке көбейтсекенді 15, ал 3-ті 9-ға көбейткен кезде 27 шығып тұр. Қосу 13-ті 1-ге көбейтемін, 13 болады. Тең болады. 27 мен 27 ортақ бөлім екенін білеміз. 27 деп жазып қоямыз. Енді олардың алымдарын қараймыз. 15-ке 13-ті қосамыз. 15-ке 13-ті қоссақ, 28 болады. Шықты есебіміз, екеуі қысқармайды, бірақ та біз көріп тұрмыз, бұл дұрыс емес, бұрыс бөлшек. Ол үшін енді біз бұны аралас санға келтіріп жазайық. Ол үшін 28-ді 27-ге бөлеміз. 27 28-дің ішінде бір-ақ рет қана бар. Бөлімін қалай тұр солай жазып қоямыз. 27-ге 1-ді көбейтсем 27, оны 28-ден азайтсам 1 болады. Сонда 1,27-ден 1. Бұрыс бөлшектерді дұрыс бөлшекке айналдыру, аралас санға айналдыруды мүмкін тағы да бір видео түсіреміз, егер де түсініксіз болып жатса. Ал қазір біз бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосып азайтып үйреніп жатырмыз. Екінші емес, үшіншісін жасап көрейік. Үшіншісі азайту екен, жақсы болып тұр бізге. Мысалы, айтады, 12-ден 5 дейді, азайту 13 бөлу 72. Тең. Екеуінің бөлімдері әртүрлі. Бір-бірінен азайта салуға болмайды айтпақшы. Ол үшін біз екеуін
бірдей бөлім ретінде жазуымыз керек. Ең үлкен бөлімге қараймын. 72. Аға, деймін. Ойда менде 72 деген сан тұрады. 72 72-ге бөлінеді, ал 12-ге бөліне ме? Я, бөлінеді. 72-ні 12-ге бөлсек, 6 болады. Яғни, біз бұл бөлшектерді жаңа 72 деген бөлімдермен жаза аламыз. 72-ден бірдеңке азайту 72-ден бірдеңе. Енді осы бөлімді мына екеуіне де бөлеміз. 72-ні 12-ге бөлсек 6, мына толықтауыш көбейткіш 6. 72-ні 72-ге бөлсек 1 болады. Енді не істейміз? Мына 5 пен 6-ны бір-біріне көбейтеміз де мына жерге жазамыз. 5-ке 6-ны көбейтсек 30. Жай ғана 5 жазып қоймаңыздар, бұл онда қате болып кетеді. 13-ке 1-ді көбейтсек 13. Енді біз көріп тұрғандай, мынау біз жәнегі үйреніп едік қой. Ортақ бөлімдері бірдей, екі бөлшекті бір-біріне қосып азайту. 30-дан 13-ті азайтсам, 10-нан 3-ті азайтам 7, 2 қалады, 2-ден 1-ді азайтам 1, 17. 72-ден 17 болады екен. Екеуі қысқармайды, осылай қала береді. Қалған 2 мен 4-ті өздеріңіз комментарийға жазып жіберіңіздер. Номер 503-тің жауабы былай деп, 3-тің 4-і былай деп.